Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? 1 наурыз алғыс айту мерекесі. Ал қала жастары айтулы мерекемен таныс па? Олай болса бірге сауалнама жүргізіп көрейік. Наурыздың алғашқы күні қандай мереке? Алғыс айту. Алғыс айту күні. Білмеймін. Ұмытып қалдым. Алғыс айту. Ең бірінші көктем күні. Не дейміз? Қандай пабликке саласыздар мынаны? Айта беріңіз, қандай мереке? Қандай мерекелерді білесіз? 1 наурыз, 1 марта. 1 марта десең. 1 наурыз есіме түсіп кетеді. Алғыс күні. Айта беріңіз. Көктем күні 8 март. Наурыз күні. Сіз білесіз ба? Білмеймін. 1 күні алғыс айту күні. Наурыз мейрамы. 8 наурыз. A few moments later. 1 март. Айта беріңіз. 1 март, не помню қандай екен. Тұра беріңіздер. Қас. Наурыздың алғашқы мерекесі деп атасам да болады. Қас. Не қой? Тілім ұшындатыр. 8 март. Наурыз мерекесі. Жалпы алғыс айту мерекесінің тарихымен таныссыз ба? Мен ондайға жақын анау. Жоқ. Ол жағынан мереке. Жалпы жоқ. Сіз осы айтулы мерекеде кімге алғыс айтар едіңіз? Мен осы мерекеде ата-анама алғыс айтқым келеді. Мені өйстіп өсіріп, өндіріп жеткізген ата-анама рахмет айтқым келеді. Анама, отбасыма, жақын достарыма. Сіз? Жақындарыма. Жақындарыңа, иә? Ата-анама и өзімнің жаттықтырушылық сұрамын. Әрине ең бірінші анама, әке-шешеме, және одан кейін әрине Құдайға, содан кейін қасымда жүрген достарыма, жараңдарыма, сондайларға. Кімге алғыс айтар едіңіз? Әке-шешеме алғыс айтар едім. Сосын? Одан кейін барып барлық маған сенген адамдарға алғыс айтатын едім. Мұғалімдерге. Сіз? Мұғалім және анама. Анама және әпкелеріме, мұғалімдерге. Ағама, ініме, мұғалімдерге. Ата-анама, достарыма, туған туыстарыма. Ата-анама бірінші, екінші араласып жүрген достарыма, кураторға, ертең мысалы бізде болады, колледжде соған барып айтамыз, өлең жолдарымен. Өзім байрақ еліме және де ата-анама. Алғыс айту күні қазақстандық патриотизм мен бірлік пен ынтымақтастың жарқын мерекесі. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы 2016 жылдың 14 қаңтарында Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күнін 1 наурыз алғыс айту күні деп жариялады. Қысқаша тарихына тоқталсақ, түрлі этнос өкілдерінің бір-біріне мейірбандық танытып, өз туғандай қараған қазақтарға алғыс айту күні. Олай болса қала тұрғындары, құрметті қазақ елі, сіздерді алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймыз.